Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін Сырым мен математика еліне саяхатқа шығамыз. Сырым 3-ші сынып оқушысы. Бұл сабақта 240 пен 2-нің көбейтіндісі, 280 мен 2-нің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдарымен танысамыз. Алдымен сендермен математикалық терминдарды еске түсірейік. 3 таңбалы сандардың разрядтарын атаңдар. Мына бейнероликті тамашалайық. Сандарды жазудағы цифрлардың орнын разряд деп атайды. 3 таңбалы санның разрядтары жүздіктер, ондықтар, бірліктер. 567, 500-дік, 6 ондық, 7 бірліктен тұрады. Яғни 500-ге 60-ты, оған 7-ні қосқанда шығатын сан. Жарайсыңдар. Ендеше көбейтудің компоненттерін қайталайық. Тағы да бейнероликті қарайық. Көбейту амалы өрнектелгенде көбейетін сандар көбейткіштер. Өрнектің өзі көбейтінді. Шығатын нәтиже көбейтіндінің мәні деп аталады. Ал енді сендермен жазбаша көбейту алгоритмімен танысамыз. Мұқият болыңдар. Бірінші көбейткішті жазамыз. 140, яғни 14 ондық. Екінші көбейткішті ондықтардың астына жазамын. Көбейту таңбасын қоямын. 0-мен аяқтаған сандарға көбейткенде 0-ді ескермеген ыңғайлы. Алдымен ондықтарды көбейтеміз. 4 ондықты 2-ге көбейткенде 8 ондық болады. 8-ді ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерді көбейтеміз. 1 жүздікті 2-ге көбейткенде 2 жүздік болады. 2-ні жүздіктердің астына жазамын. 0-ді жай ғана түсіре саламыз. Жауабын оқимын. 140 пен 2-нің көбейтіндісі 280-ге тең. Бөлу компоненттерін қайталайық. Бейнероликті тамашалайық. Таңбалаймыз. Бөлуге алған санымызды математикада бөлінгіш деп атайды. Ал оны қаншаға бөлетінімізді көрсететін сан бөлгіш. Бөлу амалы өрнектелгенде бөлінді болып аталады да, шығатын нәтиже бөліндінің мәні деп аталады. Жазбаша бөлу алгоритмімен танысамыз. Мұқият болыңдар. Бөлінгішті жазамыз. 280. Бөлгіш 2-ге тең. Алдымен толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. 2 жүздік. Бөліндіде 3 цифр болады. Жүздіктер, ондықтар, бірліктер. 2 жүздікті 2-ге бөлгенде 1 болады. 1-ді бөлінге жазамын. Тексеремін. 2-ден 2-ні азайтамыз. 0 болады. 0-ді жазбаймыз. 8-ді түсіремін. 8 ондықтарды бөлеміз. 8 ондықты 2-ге бөлгенде 4 ондық болады. 4-ті бөліндіге жазамын. Тексеремін. 8-ден 8-ді азайтқанда 0 болады. 0-ді жазбаймыз. Енді бірліктерді бөлеміз. 0-ді 2-ге бөлгенде 0 болады. 0-ді бөліндіге жазамыз. Тексереміз. Жауабы 140. Ал сендер тура осы алгоритмдерді қолданып, дәптерге оқулықтағы номер 2-ші және номер 3-ші тапсырмаларды орындайсыңдар. OPQZ ссылкасы бойынша кіріп, тапсырмаларды тексеруге болады.
Балалар, Қазақстанда қандай су қоймалар бар, білесіңдер ме? Су қойманың атқаратын рөлі қандай? Ең үлкен су қойма қайсысы? Ендеше осы сұрақтарға жауап беру үшін номері 4-ші тапсырмадағы теңдеулерді шешейік. Күрделі теңдеулерді шешу жолдарын ескере отырып орындаңдар. Тапсырмадағы теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазып, ең үлкен су қойманы анықтаңдар. Ол Көксарай су қоймасы. Балалар, сырымға көмектесейік. Келесі тапсырмада теңдік пен теңсіздіктерді құрастырамыз. Балалар, суды қалай өлшейміз? Қандай өлшем бірліктерін қолданамыз? Жақсы. Қазір сендермен өлшем бірліктерімен есептеу жұмыстарын орындаймыз. Ол үшін мына есепті шығарып көрейік. Бір ыдыстың 5/1 бөлігіне 6 литр су сияды. Осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды? Есепті шешу үшін алдымен бір ыдысқа қанша литр су сиятынын анықтаймыз. 6 литрді 5-ке көбейтеміз, 30 литр болады. Екінші амалда осындай 3 ыдысқа қанша литр су сиятынын табамыз. 30 литрді 3-ке көбейткенде 90 литр болады. Жауабын жазамыз. Жарайсыңдар, балалар. Ал қазір сырымның досы Азаматпен көзге арналған жаттығуларды жасаймыз. Сәлем, балалар. Қазір біз көзге арналған жаттығулар жасаймыз. Басымызды бұрмай, көзімізбен оңға және солға. Оңға, солға. 1, 2. 2. 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Енді көзді жоғары, төмен. Жоғары, төмен. 1, 2. 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Жақсы. Көзді қатты жұмамыз. 1, 2, 3. Көзді ашамыз да ұзаққа қараймыз. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3. Тағы да ұзаққа қараймыз. Өте жақсы, балалар. Балалар, көзіміз ауырған жағдайда осы жаттығуларды қайталаймыз. Қош, сау болыңдар. Тиімді есептеуді қалай орындаймыз? Келесі тапсырмада есептің қалай орындалғанына қара. Сырыммен бірге орындайық. Сырым алдымен 2 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандар көбейтіндісімен алмастырды. Мысалы, 18-ді 9 бен 2-нің көбейтіндісіне, ал 45-ті 9 бен 5-тің көбейтіндісі етіп алды. Ары қарай көбейткештердің орнын ауыстырды. Тиімді есептеу арқылы тез жауабын анықтады. Осы тәсілмен берілген өрнектердің мәндерін тауып көріңдер. Қыздар 8-дің А тапсырмасын істесін, ұлдар Ә тапсырмасын орындасын. Ал келесі тапсырмада тапқырлыққа арналған логикалы есепті шығарып көріңдер. Бұл өзіндік жұмыс. Ал балалар, сабақты бекіту үшін сілтеме арқылы Google формда берілген тестті шығарып, тез жауабын анықтап алсаңдар болады. Сабақты бекіту мақсатында Google формда берілген мына тест тапсырмаларын орындайсыңдар.
ссылка бойынша кіріп, мынандай жазулар тұрады. Міндетті. Мына жерге балалар өз аттарыңды жазасыңдар. Мысалы, ислам деп жазамын. Кейін есептеуді орындап, тапсырмаларды орындап отырасыңдар. Мысалы, кішкене келесінде қате жіберіп қояйын балалар. Осылай тағы да басқа тапсырмалардың барлығын орындап болғаннан соң Google формадағы тестті маған жібересіңдер. Жіберу аяқталғаннан кейін сендер жауаптарыңды тексерсеңдер болады. Мысалы, ислам бірінші сұраққа дұрыс жауап беріпті, екінші сұраққа қате, үшінші сұраққа дұрыс, төртінші сұраққа дұрыс жауап берді. Сондықтан ол 4 балдың 3 балына ие болды. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар сабаққа кері байланыс берейік. Жасыл түс. Сабақ маған ұнады. Сабақта берілген оқу материалын жете түсіндім. Өзіме қажеттісін алдым. Сары түс. Сабаққа белсене түрде қатыстым. Аз болса да сабақтағы тапсырмаларды орындадым. Қызыл түс. Сабақты түсінбедім. Сабаққа қатыса алмадым деп бағдаршам тәсілінде кері байланыс бересіңдер. Үй тапсырмасына 6-шы беттегі 10-шы тапсырманы орындап күнделік кезетке салуды ұмытпаңыздар. Осымен балалар біздің сабағымыз аяқталды. Сырым да сендерге алғысын айтып бізбен қоштасады. Сау болыңдар балалар.